тамақтың пайдалы және сапалы болуы керек екенін бәріміз білеміз. Алайда біз бұл туралы үнемі алаңдаймыз ба? Көпшілік адамдар тағамның дәмін ғана ойлайды. Оларда токсиндер болуы мүмкін екенін ұмытып кетеді. Не деуге болады? Өйткені тіпті өлімге әкелетін тағамдар да бар. Солардың бірі фугу балығы. Көптеген адамдар дұрыс дайындалмаған фугу балығы өлімге әкелуі мүмкін екенін біледі. Бұл Жапонияда деликатес болып саналады және бүкіл әлемде жоғары деңгейлі жапон мейрамханаларында беріледі. Бірақ тағамның жаман беделіне қарамастан, бұл балықты жегендер арасында өлім саны көп емес. Бірақ бұл фугу балығына жеңіл қарау керек дегенді білдірмейді. Қайтыс болғандардың көпшілігі қарапайым әуесқойлар болды. Мысал, Токиодан келген балықшылар өздері фугу балығын пісіруге тырысқан. Саннакчи – күнжіт майымен дәмделген тірі 8 аяқтан тұратын корей тағамы. Саннакчи балықпен салыстырғанда улы емес, бірақ оны тұтынудан өлім әлі де тіркелген. 8 аяқтың бұлшық еттері жеген кезде әлі де жиырылғандықтан саннакчи жеген кезде абай болу керек. Өйткені ол тамақ арқылы ауа өтуіне кедергі келтіруі мүмкін. Саннакчидің тұншығып өлуі бірнеше адамның өліміне себеп болды. Маниок тамыры тамақ ретінде пайдаланатын оңтүстік американдық өсімдік. Олардағы циан қышқылының жоғарылауына байланысты олар өлімге әкеледі. Африка мен оңтүстік Американың аспаздары маниок тамырынан ботқа жасайды, немесе дәмді нан пісіреді. Тек осылай ғана оны пайдалануға болады. Осымен видеомыз аяқталды. Тағы да қызықты ақпарат туралы біздің YouTube арнамыздан біле аласыздар. Сіздермен бірге болған әлем арнасы, назарларыңызға рахмет.